Аллахтың алдында дәреже оған байланысты емес дейді. Мен сізге бір дәлелдеп, Құраннан, хадистен ештеңе дәлелдемеймін. Мен кәдімгі жазып айтып отырмын. Бауыржан Әлиұлы, яғни пәтуасы бар, яғни пәтуа беруші өздері ұстаздарымыздың бір уағызынан. Мен діни насихатшы болғанда да мен не емеспін, діни муфтият сен пәтуа уағыз айта бер деген документ берген адам емеспін. Мен де сіздер сияқты қарапайым мұсылман. Бірақ мұсылманның мұсылманға жақсылықты айтуы бұл біздің міндетіміз деп негізінде айтылады. Сондықтан айтып отырмын сондай. Өзім тырнағымды алып отыр екенмін дейді. Зияндықты білдіреді бұл. Тырнақ алу Аузубилла, су әкелуді өмірің өтіп кетеміз. Қашан біреу маған су әкеліп қой деп айтады екен. Тырнақ алу бар ғой, нені білдіреді? Көп түстер, ескерту бар түстер көп жағдайда тағы қайталайтам, WhatsApp-қа өтеміз. Мен қазір бұл жаңа мен айтып қойдым негізінде. Кейбір адамдардың жаңағы не түстерін айтып қойдым, ескерту бар түстерін. Негізінде бұл түстер сұрақ жауапты қажет етеді. Бұл сигнал. Ескерту түстер сигналды білдіреді. Сигнал деген не? Сигнал деген мысалы әдетте мына диетілкінген кезде, өрт болған жағдай, яғни қауіпті нәрселер болған кезде сигнал болады, сигнал. Ескерту түстер дәл сол сигнал. Яғни сигнал ұрған кезде сен не істейсің? Сигнал соғып жатыр ғой деп қарап отырмайсың, далаға шығасың, әрекетің жасайсың. Шынайы сигнал болса, жаттығу емес. Сондықтан бұл ескерту түстерді комментарийда бірдеңе деп айту қиын. Бірақ бұл негізінде тырнақ алып жатырмын деген кісі жорылуыңыз керек, жортуыңыз керек. WhatsApp-қа қараймын, WhatsApp қаралады, асықпаңыздар, комментарийді бітіріп алайық. Ешкімнен қашып кетпейміз, машинеге емеспіз. Өткенде біреу, мысалы, мен әдетім эфирден шығып кетемін да кішкене бір телефоннан алыстап кішкене демалып аламын. Кейде шай ішемін. Сол кезде бір жарықтық мыңғырық десе, звондап оңбаған машиник десе, ақшам қайтар бірдеңе деп жазып қойып. Мен барлық әлеуметтік жерлерде бармын. Өмірім барлық жерде бар. Сондықтан машиник емес, біз WhatsApp-қа комментарий эфир біткеннен кейін жауап береміз. Жауап міндетті түрде болады. Мынандай нәрсе жайлы айта кетейікші. Түсті адамдар, негізі адамдар ниетін айтып отырмын да, енді мен айттым ғой. Ондаған мыңнан аса адамдармен түс жорыдым деп. Сол кезде байқағаным, адамдар мынандай екі халде түс жорытуға келеді, 2-3 халде. Біріншісі шынайы түс жорытады. Яғни шынайы өзіне қажет еткізіп түс жорытады. Ол көбінесе тұрақты түс жорушылар. Түс жорудың несін алып қалған, пайдасын алып қалған. Кәдімгі пайдасын алайын деп түс жорытады. Екінші адамдар жаңағы интерес қалай болады екен деп осылайдан түс жорытады. Үшінші адамдар болады, олар кішкене жоруға бейім келеді, өздері алып алады жоруды. Мысалы, ішінде бала туамын, күйеуге тиемін, жұмысқа кіремін, үйтем деген кілең жақсы жорулар бар. Өзі бір түсті көрдім, мысалы, табиғатта жүр, білмеймін, бір Меккеге кетіп барам, бір күшті түстер көріп алды да, өзі жақсылығына жорып алды жаңағы. Жақсылығына жорып алды да, және ол келеді да, менен соны бір печат басып, подтверждение бергенімді қалап тұрады. Мен оған айтуым керек, сен жоруң дұрыс айтасың, сен бақытты болады екенсің деп айтуым керек екен. Сол мақсатта келеді. Ал мен ол түсті, ол адамның ойлап тұрған жоруынан 180 градусқа өзгертіп жіберемін, басқа нәрсеге жорып жіберемін. Сосын ана кісі ашуланады. 1045 сұрақ қояды. Сонда ана жерде күлгенім нені білдіреді? Қызыл көйлекші, мен өмірде қызыл көйлектің атам ғой, оны киіп тұрмын ғой, ол нені білдіреді? Өзінің жоруын, қалауын алып алғанша тоқтамай қояды ол жарықтық. Осындай түс жорушылар бар. Ондай түс жорытушыларға мен айтарым, мен түс жорған кезде бірінші өзіме шынайы болам, нені дұрыс жордым, соны сізге ұсынамын. Яғни түс жоруда құбылту жоқ. Құбылту жоқ. Бұл түс жорған кезде адамның кішкене бір несі де болу керек әлгі. Өзіңнің, мысалы, сен адамсың ғой, ана қылықтар ашуландырып жібереді. Мен өз тез ашуланатын адам, жаңағы 1045 звондап, SMS жазып, анан сұрап, мына сұрап мұжғитындар негізі тезірек сен ашуландырып жібереді. Сондай кезде, мысалы, сен ашумен оған жауап бермеу керексің, сен өзіңді мейлінше ұстау керексің. Яғни түс жору деген осындай бір еңбектерді талап етеді. Сондықтан
Сондықтан түс жорған кезде анандай бар ғой. Үшінші мәселемен кемендерші. Сразу айта салайын десең, Не дейді? Қыз ұзатуым болып жатыр дейді. Ой, сіз айналайын, атыңыз кім еді? Сіз неге жартысын жазып отырсыз? WhatsApp өтеміз, ұзақ түстер WhatsApp өтеміз. Кальциум сыймаған еді. Олайнан болмайды. Ол туралы да мысал айтып кетейін. Мысалы, бір адам осылай эфирде отырды, немесе WhatsAppта қойдым. Өстіп түсін жазса жорып берсе, рахмет, тура айттыңыз, Алла разы болсын деп айтты да, сосын артынан жарып жіберді түсін жалғасын. Негізінде ол түсте бүйткен кезімде мына жерде өстіп неткен жері болған деп айтып жатыр да, олай болмайды. Ондай төртінші жорытушылар қорқақтар, жаман нәрсе айтпаса екен деп қорқып жорытатындар. Олай түсті тығудың қажеті жоқ. Сынап тығудың түс жору Алладан ол. Енді бір Алладан дегенде бұл жерде біз тікелей Құдай мені бүйтіп қолдап тұрады деген нәрсе айтып жатқан жоқпын. Барлығымыз пендеміз негізінде. Ол жерде тағы да жаңа Бауыржан Әли ұстазымыз, енді қолыңды бүйтіп қимылдатып тұрған кім? Ол Алла. Көзіңнің миллион жаңағы терабайт болып тұрған миың бар, көзің бар. Көру алыстан, мысалы, пиксель мына жерде не дейді? Бізде 1080-ге жетті мынау. 4К-да тұр камера. Ондаған миллиондаған пикселін ұсынып жатқан ол кім ол? Ол Алла. Сол сияқты мәселе де бұл жерде түс жоруда. Сондықтан оған қорқып, күмәнданып қажет емес. Түсімде жалаңаш жүрмін дейді. Марава дейді. Түсімде жалаңаш жүрудің, енді сіздер тағы да қысқа айтып жатсыздар ғой. Жалаңаш жүрудің мәселесі бойдақтыққа жорылады. Марқұм адам болса, ол жаңағы сауапсыздыққа, немесе адам өзіне де банкротизм, күйеу бар болса қызық болғанда болады. Сондықтан да ол 3 түрлі мағынасы бар. Биік жерден деп әлі отыр мына кісі. Биік жеріңіз қай жер екенін айтсаңызшы, енді айналайын-ау. Сыймай жатса WhatsApp тұр. Сыймай жатыр дегендер WhatsApp-қа небәрі 800 теңге. 800 теңгеге ештеңе демейді. Алматыда бір айналым 800. Яғни жаңағы оңай деген нәрсе жарықтық қымбаттап кетті ғой. Сыймай жатқандар WhatsApp-ты қолданамыз. Бірден WhatsApp-қа өтеміз. Сол жерде жаңағы пайдаланамыз. Жартылай жазмаңыз, WhatsApp-қа өтіңіз. Ыдыс жуып жатырмын дейді. Жаңа студенттер ыдыс жуу керек екен дейді. Уайымыңыз бар, алаңдаушылығыңыз бар. Алаңдаушылық сіздің қуанышы, яғни екі нәрсе келіп тұр. Қуаныш және алаңдаушылық. Яғни қуанышыңызға алаңдап тұрсыз. Енді бізде ондай болады ғой, мысалы, бір затты заказ етсең. Есіме түсіп кетті ғой, ИМО деген роботта, ойбай, менде де сондай алаңдаушылық бар да. Яғни бір нәрсені заказ етсең, мысалы, алыстан келетін доставкасы, 2 күндік, 3 күндік, ана жарықтық келем дегенде жүректен жүрек қалмай алаңдап кетесің. Бір жағынан қуаныш, бір жағынан алаңдаушылық. Сізде қыртады дейді. Қыртып отырмыз сол енді. Қыртқанымызға қосылып әңгіме айтып отырыңыз енді. Біз айтып отырмыз ғой, уақыт бар. Сара Әулен қайын сіңілісі ма кім дейді. Сара Әуле деген танымайды екен. Мен Маржан Ерланқызы әшейін түс жоритын адам болды. Басқа ешкім емеспін. Түс жору исламда бар, айналайын. Әуле, мәуле, қыртынбай бірдеңе деп отырған кісі. Түс жору исламда бар. Юсуф атты алейхиссалам пайғамбар болған. Ибн Сирин атты түс жорумен көзге түскен тақуа табиғин болған. Түс жоруды ислам қолдайды. Нумерология, жаңағы айтып отқан әулиелігіңді ислам қолдамайтын еді. Енді әулиелік қолдамау ол енді мен темам емес, кірмей қойын. Жалпы әулие туралы Құранда айтылған ғой, Алланың жаңағы досы әулия деп достарын ренжіткендер деген аяттар, әулие мәселесіне кірмей қойын. Бірақ алғанда біздің қазіргі мынау әулиеміз деп Мекке сияқты Түркістанға апарып, 7 рет айналдырып, біреудің басына ұйықтатып жүрген тірліктер дұрыс емес деп айтып жатады, Бүгін өз діни темаға көбірек кіріп кеткен сияқты. Негізі мен принципім дінге қатты кірмеймін мен. Бірақ енді біз мұсылманбыз ғой енді. Пышақ көру, қауын қарбыз көру дейді. Сіз не бір түсті дұрыс айтыңыз, немесе барлық түсіңіз дұрыс айтыңыз. Мен көріністі жорымаймын.
сіз бүйтіп ұйықтап атып, алдыңыздан, көз алдыңыздан пышақ шықты, қауын қарбыз шықты, сосын ояндыңыз. Мен оны жормаймын. Пышақпен қауынды турап болып, анан қарбызды турап, одан кейін барып ол пышақпен ет турайтсам, үйде ет бітіп қап деген сияқты бір движение әрекеттерін айтсаңыз жорылады. Асықпаңыздар, біз отырмыз. Түстен өкім алынбайды. Қазақ айтады, түс түлкінің боғы дейді, болды дейді. Келсем, 100% сөзіңізге келсемін. Ешкімде өкім беріп атқан жоқ, айналайын ау, біліп алыңыз. Ешкімде түстен өкім беріп атқан жоқ. Түс пайдаланылады. Мен жаңа ғана жоғарыда айтып кеттім. Юсуп алейхиссаламның түс жоруын айтып кеттім. Юсуп алейхиссаламның әкесінің түс жоруы бар. Жаңағы, яғни Юсуп алейхиссалам кішкентай кезінде түс көреді ғой. Сол кезде әкесі оны тыяды. Балапаным, мына түсіңді жаңағы ағаларың айтып қоймашы, олар саған зиян етсе қайтемін деген мәселені айтады. Яғни біздің білетініміз түстен пайда да алуға болады, түстен зиян да алуға болады. Жаңа Юсуп алейхиссалам осы кішкентай кезінде көрген түсі, ол әртүрлі хадис бойынша 5-9 жас аралығында көреді ол түсті. Бірақ 29-30 жасында сол түсі орындалады. Жаңағы ата-анасымен жаңағы 11 бауыры қосылып оған сәжде қылады. Сол кезде айтады, я әкетай, міне түстің жорылуының орындалуы, түсімнің жорылуы осы еді ғой деп Юсуп алейхиссалам айтады. Оның киносы да бар, керек десеңіздер. Яғни түс исламда рұқсат етілген, түстен көріп тұрғаныңызда зиян да болады, пайда да болады. Дұрыс жорыған пайдалана білген, ол пайдасы болады. Енді ол ондай нәрсе. Ал түс түлкінің боғы дейтін болсақ, түс түлкінің боғы деп біз нәпси түстерді айтамыз, шайтани түстерді айтамыз. Қалау түстері түс түлкінің боғына жатады. Дауыс түстері түс түлкінің боғына жатады. Яғни жорылмайтын. Мысал түстер, сезім түстері өздігінен жорылады, аян түстер өздігінен жорылады. Осы мәселелерді біліңіздер. Осы нәрсені біліңіз сіз, айналайын. Түсімде күн тұтылыпты. Күн, жаңағы айтып отқандай, Құдай Алла тағала мен адамның мейіріміне жорылады. Немесе күн бұл жерде бір әдемі нәрсе, сіздің өзіңізге күмәніңіз. Мысалы қараңыз, маған көз тиді. Мен мысалы осы уақытын әдемі болдым. Чота маған бетіме безіп түсіп кетті. Маған көз тиді. Немесе менің бір әдемі мәшинем болған. Сол сынып қалды. Бұның сынған себебі көз тиді деген сияқты. Яғни өзіңізде не нәрсе бар? Бұл қасиет те болуы мүмкін, иман да болуы мүмкін. Мен имандымын, менің мейірімдімін. Осы нәрсе чота ақыл болыпты деген нәрсеге жорылады бұл. Күн тұтылды деген. Яғни өзіңізге жорылады. Көбінше жаратылысты көрем, ол не мағына дейді. Жолы болсын тірісте. Жаратылыс деген не ол? Адамдар сонда не көрмей жатыр адамдар? Жаратылыс деген барлығы жаратылыс қой, бір Алладан басқасын бәрі жаратылыс. Жансыз, жанды деп айтсаңыз жарайды. Адамның жаңағы жасап шығарғаны Құдайдың жаратқаны деп айтсаңыз жарайды. Жаратылыс деген ол барлығы жаратылыс. Мен де жаратылыспын, телефон да жаратылыс, сіз де жаратылысты, ит те жаратылыс, бәрі жаратылыс. Мынау тұрған тұмышка да жаратылыс. Қызығы адамдар. Сен айтып отырған түс емес, ол кісілерге нақты уахи берілген дейді. Жақсы, пайғамбарға уахи беріледі, оны жібере салайық. Пайғамбар жарайды ал. Пайғамбар уахи алады екен. Сіздің айтпағыңыз, сен пендесің, түс көре алмайсың деп отырсыз ғой. Онда Ибн Сиринді алайық. Ибн Сиринді не деп айтасыз? Ибн Сиринге де уахи келді ма? Онда Ибн Сирин 26-шы пайғамбар болды ғой енді. Ибн Сирин де түс жорыған. Ибн Сириннен мысал келтіретін болсақ, жаңағы екі адам келеді. Екеуі бірақ мәселені айтады. Түсімде азан шақырып жатыр екен деп. Сол кезде Ибн Сирин айтады біреуіне, сен діннен атақты боласың. Сондай, екіншісін айтады, сен жаңағы сіз білсеңіз толықтырып жіберіңіз, жалпы негативке жорайды. Тұтқынды аласың дей ма, сондай бір ұрлық қары боласың дейді. Екеуіне екі түрлі. Сонда шәкірттер таңғалады. Ұстазым, мына екеуі бірақ түс айтып тұр ғой, не бастыға тұрмай екеуіне бір нәрсе айта салмадыңыз десе, өзім қалай кәшф етілді, солайына мен жорып бердім дейді. Яғни жаңағы интуиция, яғни кәшф, ішкі түйсік, шабытым қалай келіп тұр, солай жордым. Ал енді оған не айтасыз Ибн Сиринге? Ойбай, Ибн Сирин ол сенен қарағанда тақуа, сен ол тақуа емессің дейсіз ба? Мақұл дейік, онда түс жору
психологияда бар. Психологияда айтайық, мына Фрейд, жаңа ғана айтып кеттік, Фрейд бар. Түс жоруда адамның жаңағы, ол енді артық кетіп қалған Фрейд, енді ислам емес қой ол. Яғни айтайын дегенім, түс жору исламның патенттеп алған нәрсесі емес. Түс жору пайғамбарлардың арнайы қасиеті емес. Түс жору психологияда бар. Психологияда жаңағы Фрейд айтады, адамның жаңағы армандары бар ғой, орындалмай кеткен. Мысалы біреу бір атақты әнші ма білмеймін, бірдеңе болу керек, бірақ ол ауылда, ауылдың түбінде отыр да, ол бірдеңе істеп әйтеу. Оның арманы түсінде жүреді, сахнада жүреді, адамдармен жүреді. Яғни бұл жерде Фрейдтің айтпағы, адамның орындалмай қалған армандары түсіне кіріп мазалайды, осылай шақырады. Енді оған мақұл десеңіз, бізде Нострадамус, Ванга түс жориды. Енді бұлар исламға керегар адамдар. Ислам олардың іс-әрекетін харамға санайтын адамдар. Сол Ванга мысалы шайтанды алады, түсіңде шайтан көрсең, күш қуатың артып, энергияң толып, көп нәрсені жасап алуға шаман келеді дейді. Ол Ванга, ол саған шайтан, ол лағнеттелген деген нәрсені ұқпайды, ол Ванга. Яғни түс жорудың салалары бар. Түс жору адамды таңдамайды, бір саланы таңдамайды. Түс жору, бірақ мен айтамын, түс жорудың шарты, түс жоруға кәшіп жаңағы нәрсесі керек. Мінекейіңіз сізге енді. Кеш жарық дейді, Зәуреш ханым, қош келдіңіз. Жаратылыс деп таулар, өзендер деп айтайын деген ғой деп. Мен жаратылыс, барлығы жаратылыс қой, жаңғыз олар емес қой. Жақсы, онда сіздікі табиғат деп айтыңыз, жаратылыс емес. Енді жаратылыс тану деген сабақты көп оқып қойған шығарсыз, қайдан білем. Табиғат жәннатқа жорылмайды. Көп адам содан қателеседі. Жаңағы әдемі, жаңағы тау, өзен ағып жатқан қызғалдақтар бар, бүйтіп жастыққа қолтықтап, рахаттанып, жатып, аспанға қараса, ақша бұлттар жүзіп жүр, күн көзі түсіп, бір рахат болып, ойлайды адам, жәннатта жүрмін деп. Мынау жәннатқа жауап берсе екен деп. Жоқ, өкінішке орай жаннаттың түстері, мен өз басым жаннатты көргем, жаннатты көрушілерді білем. Жаннаттың түстері өзгеше ол. Ол Құранда өзгеше айтылады. Бізде негізі тіл деген нәрсе арабшадан оны тікелей аудармаған негізі. Бірақ негізінде арабша білетін адамдар біледі, Құранды оқығандар. Бұл жаннаттың суреттеген кезде негізі Алла тағала фантастика деңгейінде, біздің санамызбен түскен фантастика деңгейінде суреттеп береді. Жаннаттың түстері осы. Ал табиғат түстері ол көңіл күйді білдіреді. Көңіл күйдің, сіздің көңіліңіздің хошы келіп, рахат болып ұйықтағансыз, соның әсерінен табиғатты көргенсіз. Осы ғана ол. Жалпы табиғатты көру ол жақсы адамды білдіреді, мысалы, сіздің сондай бір ішіңізде бір өкпе-реніш, басқа нәрсе жоқ, сондай бір адам екеніңізді білдіреді. Мына кісі әлі айтып отыр. Биік жеріңіздің аты болады, сол атын айтып жіберіңіз. Екі ірі жылан шығып өзіме қарай жылжып бара жатыр дейді. Жылан деген енді бұл жерде екеу деген мәселе көптікті де білдіреді, немесе тікелей екі нәрсені білдіреді. Жылан бұл жерде басқа нәрсесі керек жору үшін. Өйткені бір символика әрдайым көмекші. Түсіңізде бір ғана нәрсе болса жарайды, оны өзін алып тұрамыз. Ал жыланда, жаңа айттық, марқұмдар түске жорудың 15-тен аса қалы бар деп, жылан ұстатпайды. Жаңа айтып отырмыз, Ибн Сирин деп, Ванга деп. Солардың өзі жылан мәселесінде мен қарап көрдім, 99-ға, 100-ге, 24-ге, 25-ге шамалар келгенде жыланды жорылуын бөлген. Бұл жылан көп нәрсе бола алады. Сондықтан оған қосымша нәрселер керек. Сен көп кітап оқып қойған екенсің, ананы айтасың дейді. Бір сөз отпускі керек дейді. Кітап болғанда мен түсті кітаптан жорымаймын. Айналайын, бұлайнан кітап оқып, бүкіл кітабын жаттап алған бүйтіп айтатын болсаң білмеймін. Мен ана университетте сабақ беріп жүретін едім, ондайым жоқ құдай. Мен табиғи инстинктпен түс жорыймын. Менің атам түс жорыған, әкем түс жорыған. Енді кітап деген именно түс жору кітабы бар болса, мен оны оқыған жоқпын, ол арнайы ислам үшін керек. Мысалы, исламда, Құранда қалай жорылған, ал енді жалпы
түсті өзімнің немен жораймын, инструциямен, ондай бір нәрсе жоқ. Айырыла тун дейді. Қайырлы болсын, қош келдіңіз. Құм деген жұмыртқа ма? Жұмыртқа жақсы. Жұмыртқа жақсылық қасиетке жорылады. Қасиетке болған кезде жұмыртқа деген нәрсе ол жаңағы қабілет деп айтайық. Бізде қазір түзелді ол негізі. Бұрын мысалы осыдан 10-20 жыл бұрын қасиет дегенді адамдар басқаша түсінетін. Қасиет десе бір арқасы бар, әулие бір арнайы бір ешқандай ұқсасы жоқ бір керемет адам деп ойлап қалатын да қасиет деп. Қасиет деген ол сен әдемі дәмді тамақ жасасаң сол қасиет. Шайың басқалардан ерекше болып тұрса бір сол қасиет. Күшті киім тіге алсаң сол қасиет. Әдемі тілің майда бір керемет болса ол да қасиет. Қасиет деген бұл да адамның бір инструменті өмір сүруге, иә. Жұмыртқаны көру осы қабілетің бар. Енді көбірек жұмыртқаны ұстап жүрсіз сіз. Бір нәрсе мән беріңіздер, адам ешқашан бір-ақ үштік жұмыртқа көрмейді. Өйткені біз тамақты да бір жұмыртқадан бастамаймыз ғой. Мен өзім тамақты мысалы анау тефтеліға бір жұмыртқа аламын, мен сол кезде мысалы магазинге барсам да неге бір-ақ жұмыртқа деп сұрайды да. Жұмыртқа емес, қанша біреу деп. Өйткені сатып алушың да сатушың да негізі несінде жоқ, миында жоқ бір жұмыртқа мен бірдеңе жасау деген. Көбінесе 2, 3, 5 сөйтіп алады да адамдар. Мен бір жұмыртқа деймін. Сол сияқты жұмыртқаны түсіңде бүйтіп пакетіңмен дейміз бе, ыдысыңмен көріп ұстап жүру, сенің әр салаға қабілетің жетеді. Сен қайда барсаң да қабілеттісің деген мағынаны шығарады. Сен мысалы бүйтіп эфирге отыр, сен тілің керемет ашылып кетеді. Сен барда бухгалтер бол, сен ақшаны керемет, сен әкім бол, сен керемет елді бас. Яғни сенің бір қасиет, қабілетің осындай дегенді жорылады. Осындай нәрсе. Жігітім бұрынғы қызымен түсіме кіріп мені білдіреді, қазір мен араласпаймын дейді. Енді өзіңіздің де бывшийіңіз болып қалыпты ғой, бывшийіңіз бывшаясымен келіп тұр ма екен? Сізге пауза керек деген түс қой ол. Сол отношение мәселесінде сізге пауза керек деген түс қой. Жазыпсыздар ақ. Сізге түс ортсам деп едім дейді. Дәл қазір жеңілдікті пайдалана аласыздар. Мына WhatsApp-қа жазыңыздар, алдарыңызда шығып жатқан WhatsApp-қа жазыңыздар. Сол жерде жеңілдік 40% деп ане YouTube-па TikTok екен ғой құдай. Өзі көрсетіп тұр. Соны пайдаланыңыздар. Гүл ма, күл ма, мына кісі? Зи деген. Бір бала деген болмайды енді. Қолыңызға бермепті. Кішкене өзіңізге жорылады деп айттық, бірақ сіздікі білмеймін, ана баланың отношениесіне. Яғни сіз одан бір әрекет күтіп жүрген болсаңыз, мен қат қалдым ба, не қылдың ол? Қазір менің екінші телефон істемей қалды. Сіздің бір одан әрекет күтіп жүрген болсаңыз, ол кішкене сіз жетіспей тұрсыз оған. Енді мысалы, мұнаның кішкене бойы қысқалау екен, маған ұзын қыз керек, немесе мынау сөйлешкім ашық екен, маған мінезсіз қыздар ұнайтын еді, білмеймін, әйтеуір бір сондай бір жетіспеушілігі тұр екен. Құм дейді. Құм көру ерекше түстерден сирек көрілетін. Біз әрдайым айтамыз, түс екі халде жорылады. Сирек көрілетін түстер, жиі көрілетін түстер деп. Біздің мына жерде көп сайрап отырғанымыз сол жиі көрілетін түстерден. Бывшие, мәшине, әруақ, жылан, табиғат, олар жиі көрілетін түстерден, иә. Енді құм, жаңағы бір сирек көрілетін түстер, ұмыт қалдым ғой, жаңа әртүрлі бар, ұршық мысалы. Сирек көрілетін түстер WhatsApp-қа жорылады. Түсімде ұшып жүрем дейді. Оның да екі версиясы бар. Бірінші мәселе, яғни түсте ұшып жүру, ол тікелей қазіргі халіңізге жорылады. Сіз қарайсыз. Мысалы ретінде сіз дәл қазір өміріңізде бақытты болсаңыз,
иә, сондай бір уақыт керемет өтіп, әр нәрсеге үлгеріп, бақытты болып жүрген болсаң, ушығып жүру осыны білдіреді. Ошы бақыттан басыңыз айналып ушығып жүреді. Ал сіздің өміріңізде бәрі быт шыт, сіз депрессияда жүрген болсаңыз, қазір модный тіл. Ондай жағдайда сол ушығып жүру соны білдіреді. Адам өлтіріппін, 3 адам дейді. Әйгілі, адам өлтіру деген бар ғой, ол өзі қалай айтамыз, өзі өкпелеп ренжіп жүрген адам, кішкене жан жағына жайпап жүргісі келетін адам. Түс жори аласыз ба деп жазып қойыппын. Қызық сұрақ қойды, түс жори аласыз ба дейді. Мен мына жерде 1,5 сағат бойы айғайлап сөйлеп отырмын. Түс жори аласыз ба деген қалай кетті деймін да. Самолетпен ұшса не болады? Самолет қарама-қайшы түстердің жалғыз біреуі ғой деймін меніңше, иә. Самолет бір уақытта қарама-қайшы екі нәрсеге жорылады. Ол тәуекел бар, тәуекел жоқ. Сіз бір нәрсеге рисковать етіп тәуекел жасадыңыз, немесе бір нәрсені тәуекел етуден бас тарттыңыз. Осы нәрсеге жорылады. Енді ол қалай дейтін болсаңыз, бүйтіп қарап тұрған кезде аспанға, самолетіңіз жаңағы сіздің төбеңізден құлап кететіндей ұшып бара жатқан болса, сіз қорқып жатқан болсаңыз, ол сіз тәуекел ете алмадыңыз. Ұшаққа отырып алып ішінде жаңағы беймарал өз-өзіңізбен отырған болсаңыз, тәуекел ете алдыңыз деген мағынада. Риск деп. Қайтыс болған күйеуім келіп құдық қазып беріп, ол суға толыпты. Ол түсті өткенде ғана айттыңыз. Субханалла, өткенде ғана айттыңыз. Мен жордым. Оны мен жордым. Бұны да айттыңыз. Бөпе ұстаған әйел неге қайталанып отыр? Бөпе ұстаған әйел де айттыңыз ғой. Оны да жауап саған. Әпке, түс жору үшін адам Құран тәпсірін жетік меңгеру керек, мұса жібермедіңіз дейді. Мұфассир емеспін, яғни Құран тәпсірін жетік меңгерген жоқпын. Бірақ сіздің түсінігіңіз қате. Құран түс жору үшін міндетті түрде Құранды жаттап алып ішудің қажеті жоқ. Яғни түс жору парыз емес. Түс жору уәжіп емес. Түс жору кәдімгі түс жору мұбах амалдардан қаласаң жоры, қаламасаң жорыма. Енді бірақ мынандай нәрсе бар. Мен ислами түс жорушымын, тағы да ескертемін. Түс жору исламның патенттеп алған, Алла тағала түс жору менікі, ешкім тиіспесін деп айтқан жоқ. Иә, түс жору бүкіл пендеге ортақ. Жаңа айттым, дініміздің көзқарасымен күнәһар саналатын Вангада, Нострадамуста түс жорыған. Түс жору патенттеп алған нәрсе емес, түс жору бәрі жориды. Бірақ ислам бойынша біздің ғалымдарымыз, сосын тағы нәрсе айта кетемін. Ибн Сирин деп алып жатқан кітаптарымыз, Ибн Сирин кітап жазған жоқ, ешқашан жазған жоқ. Ол Ибн Сирин деп қалың мынандай кітап жүрген қазақша. Оның ішінде бәрі бар. Ибн Мұхиттен Араби бар, жаңағы кім еді? Ибн Сирин бар, Қытай бар, Ибн Мәлік бәрі бар оның ішінде. Одан кейін сол ғалымдарымыз айта берсең тема өте көп. Айтқым келгенді айтайыншы. Ғалымдардың ислам бойынша түс жорыған кезде несі бар, жаңағы түс жорушы нені білу керек деген. Түс жорушы ең біріншіден өзінің жаңағы ана тілін жетік меңгеруі керек. Иә, бізде мысалы бәдірен деп, оңтүстікте бәдірен дейді, қияр. Бізде шығыста қияр дейді. Бізде қауын қарбыз деп, жасылды қауын дейді, қарбыз жаңағы қауын қарбыз деп, негізі біз бір нәрсені айта береміз. Дыйна деп айтылады, ол сары. Ал оңтүстікте тағы да қауын басқа нәрсе, қарбыз басқа нәрсе. Мәселе осыны қойылады. Екінші мәселе әлбетте тақуалығы, үшінші мәселе әлбетте хадиспенен Құранды жетік меңгеру. Бірақ ол жердегі мақсат түс жору жаңағы не емес, сіз айтып жатқандай жаттап алу емес. Мысалы, Құранда Юсуф пайғамбар былай жоруды, мен де дәл солай жорайын деген мақсат емес. Ол жердегі мақсат мысалдардың келтіруінің түсіне білу. Қалай айтамыз? Мысал келтірейін мен сізге. Бақара сүресінде мекен Алла тағала айтады. Жалпы мен айтайын дегенім, Құранды мен толық жаңағы түс жору саласына жаттаған жоқпын, бірақ мен Құранды әлхамдулилля жетік білемін. Түс жоруға қатысты жерлерінде нақты әлхамдулилля білемін. Яғни мысалы сиырды айтады, сиыр деп қой, жалаңаш адамды айтады Алла тағала. Иә, жаңа жалаңаш адамды біз айттық қой, бойдақтыққа да жорылады деп. Өйткені Құранда келеді.
Бұл жерде түш көруге қатысты ғана емес, мысалдарын да айтамыз, иә. Құранда Алла тағала не дейді? Сендер жұбайларың сендерге киім, сендер жұбайларыңа киімсіңдер деп айтады, иә. Сол кезде біз мына жерде жалаңаш адам ол киімсіз тұр, демек жұбайсыз тұр деп жорийтініміз сондықтан. Яғни менде исламға қатысы бар түстер де бар. Жаттадым деп бұл жерде өтірік айтуға келмейді ғой, бірақ мен хадистерден, жорулардан аламын. Мысалы сұрақ жауап, менде сұрақ жауап бар. WhatsApp'та 1045 сұрақ қоямын мен. Ол қайдан шықты? Біздің Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам түс жориды, пайғамбарымыз өзі уақытын бөлетін. Құлшылық уақыты, отбасы уақыты, сахабалармен сұхбаты уақыты және плюс түс жору уақыты деп ол кісі бөлетін. Сол кезде ол кісінің түс жору сүннет әдептерінен жаңа сұрайды. Яғни сұрау мәселесі. Бір әйел түс жорытқан кезде пайғамбар алейхиссалам сұрақ қояды, иә, күйеуің қайда еді деп. Осылай сұрақ арқылы түсін жауап береді. Яғни сұрақ жауап. Бұл да исламның хадистерін айтылған. Мінекей сізге дәлел Құраннан да хадистен де иншалла біздің деңгейіміз, сәл-пәл деңгейіміз бар енді. Муфасир деп енді құдай өтірік айтпай қояйық. Түсімде нөсер жаңбыр көрдім дейді. Найзағай жел қосылған, ол нені білдіруі мүмкін? Бұл кісі өте жақсы түсін айтып отыр, өйткені біледі, түс жорығанда табиғаттың құр өзі жаңбыр, жаңа адамда жаңбыр көрсе не болады деп отыр ғой. Жаңбыр деген нені білдіреді? Жаңбыр құр өзі Алланың мейірімінен болады. Оған нөсер, жаңбыр, жел, найзағай қосылып кетуі бұл жаңа Құранда айтып отыр Алла, жаңағы кісі. Құран білесіз бе деп. Тағы да бұл Бақара сүресінде 6 аяттардан басталады, иә. Жаңағы 6 аят емес, жалпы мұнафықтар жайлы 6 аяттардан басталады. Сол кезде Құранның Бақара сүресінде айтып кетеді мұнафықтар жайлы. Олар бір құлақтарын тығып алған жаңағы адамдар сияқты. Ол қай кезде аспаннан бір қатты бұлт, найзағай бір-бірін ұрып, қараңғы болады ғой, найзағай жарқып түсіреді, гүрсілдеп жатыр. Сол кезде құлақтарын тығып алған адамдар сияқты деп мұнафықтарға Алла тағала мысал келтіреді. Біз осы жерден аламыз түс жорыған кезде. Алла тағаланың жаңағы, яғни түсіңде осындай найзағай, дауыл, желдің көрілуі бұл Алла тағаланың саған деген бір реакциясы, отношениесі деп аламыз. Енді біз Құдайдың атынан үкім беруші емеспіз. Сені Құдай жек көреді, сен тозақсың деп айтпаймыз, ешқашан да айтпаймыз. Алла сақтасын. Бірақ бұл жерде мағына шығады, сен бір істеріңді түзеу керексің, бір нәрселеріңді түзеу керексің сен. Осыған жорылады ол. Қайсы болған адам жорылады.